Ассалаумағалейкум құрметті достар, ютуб жолды рубрикасының номер 3 бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен жаңадан машина алатын боламын және де тағы басқа қызықтар болды. Менің заработать еткенімді көре аласыңдар. Видео өте қызықты болды, сондықтан чай мен печеньеларыңды алып отырыңдар. Ал мен видеоны көпке созбай тезірек бастаймын. Бүгінгі видео басталмастан бұрын мен алдыңғы видеодағы конкурстың жауабын айтатын боламын. Кейбір подписчиктерім сұрап жатыр екен, яғни ол конкурсты жалпы осы бала ұтқан болатын, бірақ бұл шарттарды дұрыс жасамаған. Біріншіден, бұл менің каналыма тіркелмеген, екіншіден, видеоға лайк баспаған, тек қана мен қатысамын деп комментарий жазған. Бұлай никогда ұта алмайсыңдар, яғни мен қатысамын деп жазғаннан пайда жоқ. Яғни менің каналыма тіркеліп, бірінші шарт, екінші шарт бұл менің осы видеоның комментариясына мен қатысамын деп жазу және осы видеоға лайк басу. Сол арқылы сендер 500 теңгені ұта аласыңдар. Егер де менімен бірге Playgrasha ойнауларың келсе, бірақ ойынды қалай жүктеуін білмесеңдер, осы видеоның әпсілесі тұрған ссылкадан Playgrashадан жазып және ойын жүктеп болғаннан кейін Taganrog серверіне кіріп, және ойынға кім шақырды деген жерге менің никімді жазатын болсаң, яғни Нурик ютубер 3-ші левел жеткен кезде үлкен бонустар беретін болады. Біз мінекей ойынға кірдік және біз қазір автоугонщик жұмысын жасайтын боламыз. Яғни бұл машиналарды ұрлау жұмысы, біз заказды алдық, ол заказ бізде арзамасқа түсті. Қазір біз сол арзамасқа барып, жаңағы өзіміздің машинамызды көретін боламыз. Яғни бізге қандай машина түседі екен? Так, бізге Mark 2 деген машина түсті, короче. Біз соны қазір іздейтін боламыз. Мына жақта ондай машиналар, яғни автоугонщик жұмысында, парковкада сондайда тұрады, короче. Біз қазір мына жаққа бұрылып, так, осы жақта болып қалу мүмкін десем, осы жерде тұр ғой, короче. Дәл осы қара машинаның қасына барамыз да біз Карчак деп, короче, бұны типа взломать етеміз ғой. Біз әрең дегенде осы машинамызды взломать етіп алдық. Біз енді картадағы тұрған меткаға апаратын боламыз. Яғни ол NPC бот, сол жақтан өзіміздің ақшамызды алатын боламыз. Біз машинамызды әкелдік және оны орнына қойдық. Енді қазір біз тайм ұстап боламыз. Мына жаққа барып NPC боттан өзіміздің ақшамызды алатын боламыз. Так, бізге енді қанша береді екен? Так, бізге 19.200 рублей берді. Так, енді тайм ұстаймыз. Мен жаңадан неге тайм ұстап отыр дейсіңдер, қазір мен кірейін. Так, календар. Осы жерден қазір бізге бомбический кейс беретін болады. Соны қазір ашатын боламыз уақыты келген кезде. Мен сендерге жаңа айтқан болатынмын, яғни кейс ашам деп, сол кейсті мен ашып тастадым, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Мына жақтан, короче, БСД-ді алып жатырмын. Мінекей бізге түскен жат, ол 4К, в общем, осы 4К-ны қазір біз осы жерден шығарып алып, және бізге қазір мына Black Bass-дан орындап тастау керек, сол кезде бізге 5 XP беретін болады. Так, сол үшін біз қазір бірінші немізді қарап алайық. Так, 4-ші уровень және 8-ші опыт екен. Қазір біз осы жерден өзіміздің 4К-мызды шығарып алып 24-7-ге баратын боламыз, чтобы біз қазір Black Bass-дан орындаймыз, яғни Bukit City ал деген. В общем, мінекей біз, короче, 24-7-ге келдік. Мына машинамызды, яғни 4К-мызды қазір Госқа 97.000 рубльге слевать етіп жүретін боламыз. Плюс 97.000 рублей біздің қолымызда 433.269 рублей. Black Bass-дан орындау үшін мен осындай Bukit City алдым, яғни осы жерден алып, бізге 300, короче, Black Bass XP және бізге 1000 рублей берді. Қазір біз оны алып алатын боламыз, мінекей. Қазір чатқа reward деп жазып, сол біз немізді XP-мізді алып алатын боламыз. Ойында таңертең адам болмағандан кейін мен, короче, обедке қарай кірген болатынмын және осы жақтан бір мен бұдан максимальный крайын сұрадым. Так, енді бұл ответін берсе, так, в общем, күтетін боламыз. Так, бұл бізге 237.000 рублей дейді. Бұны бізге алып кетуге болады, өйткені бұда стропоскофе, короче, бәрі бар. Қазір бұған go кидай деп жазатын боламыз. Так, енді қазір кидать етсек, короче, осы машина біздікі болып тұр ғой примерно. Так, это мало дейді достар. Мынау дейтін, короче, сөзден секіріп кетті. В общем, мінекей көріп отқандарындай Ghost 150К деп айтайын деп жатыр едім, бірақ, короче, бұған енді сөзіңнен неге секіріп кеттің деп айтып жатырмын. Авторингта 10-15 минут жүріп, короче, осы жақтан бір сток қабан тауып алдым. Бұдан қазір біз аддем деп кетіп қалған болатынбыз. Короче, бұдан қазір ценасын сұраймыз әрине.
И так, короче, бұл 300 мың торг дейді, то есть 300к торг дейді, и, короче, бұған қазір жазатын боламыз край деп, и максимальный примерно крайын сұрайтын боламыз. И бұмен мен өйтіп бүйтіп келісіп, короче, 250 мың рублейге алатын боламын, яғни гостинасынан 30 мың жоғары десем де болады. Короче, осылай біз так енді купитті басамыз, и қабылдаса, так бізде қабылдады, просто сюда біз осы Таганрог сервердегі алғашқы машинамызды алдық десек те болады. И, короче, біз оны барып түйнектейтін боламыз. И қазір сендер егер түйнектаған кезін көргілерің келсе, видеоны міндетті түрде до конца қараңдар. Өздерің көріп тұрғандай, бұл қабанның полный түйнекталған түрі, яғни бұған мен, короче, түйнек жасаған болатын, алдығына түйнек, короче, артына түйнек, короче, бәрін нөл қылып тастадым. И қазір мына жерде армияның артындағы неге парк қылып, яғни парковать етіп қойған болатын. И, короче, бұның түсін көкке боядым, өздерің көріп тұрғандарындай, сосын нитро салдым, бірақ спорттың полный салуға ақшам жетпей қалды, короче. Менің алдағы видеоларымнан қандай контент күтесіңдер, соны комментарияға жазып кетіңдер, яғни өздеріңнің ойларыңды 24 сағат битші деген сияқты келесі бөлімде соны түсіретін боламын. Естілесіңдер, көп жазып, сол неге комментарияға көп лайк жиналса. Ал енді сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.